Сен өзімді өзгертем деп жаңа киім алсаң болады. Шашыңды қиып боясаң да болады. Бірақ олай сенің тек сыртың ғана өзгереді. Түсінші, өмір салтыңды, ойлауыңды өзгертпей сен өзгермейсің. Осыны түсінші. Шынымен өзгеріс болу үшін адам тек сыртта емес, іште де өзгеру керек. Сен нағыз өзгерісті қаласаң, мақсатыңа жетем десең, табанды бол. Алған бетіңнен қайтпа, соңына дейін бар. Қанша рет бастап қайта тастадың. Енді осы жолы тек қана алға, артқа жол жоқ. Ойлап көрші, дәл сен сияқты қанша қыз келіншек мақсатына жетті. Сенің олардың қай жерің кем? Олар да сен сияқты бір кезде бастаған. Олар да сен сияқты етпен сүйектен жыралған. Оларда да қорқыныш, сенімсіздік болды. Дегенмен олар ештеңеге қарамастан алға жылжыды, әрекет етті. Сөйтіп жақсы жетістікке жетті. Бұл өмірде кез келген жақсыға қол жеткізу үшін әрекет ету керек. Бұл әрекетті сен үшін басқа ешкім жасай алмайды. Тек сен өз өміріңді өзгерте аласың. Кіттей қадамдар үлкен мақсатқа жеткізеді. Сенің қолыңнан келеді, сенші. Сен мақсатыңа жете аласың. Сен дамуды таңдап алғашқы қадамды жасадың. Жарайсың. Енді марафон барысында күнделікті білім ал. Оны миыңа сіңірген сайын, сенің ойлауың, сенің әдеттерің өзгереді. Нәтижесінде сен өзгересің. Сөйтіп, өміріңде де жақсы өзгерістер бола бастайды. Адамның өзіне деген құрметі өзін баптаудан басталады. Сен өзіңді баптап, құрметтеген сайын айналаң да саған солай қарай бастайды. Ал енді 2-3 айдан кейінгі өзіңді елестетші. Дәл қазіргідей ештеңе өзгертпей өмір сүре берсең қалай боласың? Иә, дәл қазіргідей. Ал енді сапалы, дұрыс тамақтанып, денеңмен, ағзаңмен айналыссаң 2-3 айда қандай болатыныңды елестетші. Елестетіп көрші. Әдемі, жинақы дене, қалаған киіміңді киіп, жеп-жеңіл боп жүріп тұрып, шапшаң қозғалып жүргеніңді елестетші. Аяғыңда биік өкшелі туфли, денеңде қыпша бел көйлек. Саған енді ерекше, арнайы көйлек іздеп керек емес. Мұнандай әдемі мүсінмен кез келген қарапайым көйлек жараса кетеді. Әрине, осындай әдемі әйелдің талғамы жоғары болады. Ол кез келген нәрсені жей бермейді, өйткені ол өзін құрметтейді. Ондай әйел біреумен емес, өзімен, өзінің дамуымен айланысады, өйткені ол өзін жақсы көреді. Өз уақытын, өз энергиясын өзіне арнайды. Жаным, өмір зулап өтіп барады. Өз мәресіне күннен күнге жақындап келеді. Ертең, дүйсенбі, келесі ай, жаңа жыл бастайым дегелі қай заман? Ертең емес, қазір. Ең керемет жарқап жүретін уақытың. Дәл қазір. Дәл қазір. Дәл қазір. Қалай бар, солай бастап кет. Сенің қолыңнан келеді. Мен оны білемін.